Ассалаумағалейкум, амансыз ба? Аты жөнім Арман Құдайберген. Неге кезет сайты жазған аптаның өзекті тақырыптарына шолуды бастаймын. Қазақстандықтар коронавирус вакцинасын ойлап табуы мүмкін. Ел ғалымдары COVID-19 пандемиясына қарсы вакцинаны сынақтан өткізді бастады. Дүйсенбіде жазылған, айтылған ақпараттар легінің өзектісі осы. Қазақстан ресми түрде коронавирусқа қарсы вакцина шығарушы елдер қатарына қосылды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ел ғалымдарының әзірлемесін тіркеуге алды. Өзіңіз ойлаңызшы, сынақ сәтті өтсе, Қазақстанның жұлдызы жаңғалы тұр. Бір кездері Абай Бегейдің «Ай мүсін» әнін сынаған талай қоғам қайраткері сол әнді айтып тіпті бейнебаян түсіргенді. Егер Қазақстанның ғалымдарының дәл осы вакцинасы сәтті шығатын болса, коронавирусты жеңуге төтеп беретін болса, кешегі Марат Омаровтың «Коронавирус кет-кет» әнін сынаған қайраткерлер осы әнді тағы да шырқап бейнебаян түсірмесіне кім кепіл. Жалпы дүйсенбіде осы және өзге де тақырыптарды сайтымыз жазды, оқылды, тәуір талқыға түсті. Ән демекші Димашымыздың коронавирусқа қарсы күреске арналған әні алтын сертификатқа ие болды. Димаш Құдайбергеннің таланты мен еңбекқорлығын ешкім жоққа шығара алмас. Сайтымызда алтын ұлды мейлінше насихаттап, оның әр жетістігін сүйіншілеп жүр. Бұл жайлы, осы алтын сертификат жайлы мәдениет айдарынан табасыз. Айтпақшы, Димаш Құдайбергеннің қай әні сізге қатты ұнайды? Комментке пікір қалдырып кетіңіз. Карантиндік шаралар күзде де қабылдануы мүмкін деген сыбыс желіні желде кезіп жүр. Шынымен де, молшылық пен берекеге толы кезеңде карантинге қайта кезігеміз бе? Мамандар не дейді? Сайтымыз аталған мәселені көтерді. Денсаулық сақтау вице-министрі Людмила Бюрабекова мұны растап отыр. Алайда күзде қабылданатын шаралар сол кезеңдегі жағдайға орай іске асырылады дейді Бюрабекова ханым. Сәрсенбідегі ақпар осы. Сосын тағы да сіздер естідіңіздер ме, жоқ па білмеймін. Дәл осы күні Ақорда Кремльді орнына қойды. Аталған тақырыпта тілшіміз сауатты һәм салмақты сараптама жазған. Қызық болса, бас тақырып айдарын түртіп қалсаңыз, алдыңыздан шыға келеді. Бейсенбіде отандық һәм жаһандық бақ соңғы тәулікте вирус жұқтырғандар күрт көбейді деп дабыл қақты. Статистика бойынша бір тәулік ішінде 106 мың адамнан қауіпті вирус анықталған. Дәл осы күні Қазақстанда індетке шалдыққандар 7 мыңнан асты, ал әлемде 5 миллионнан. Неге кезет сайты коронавирусқа қатысты маңызды ақпараттарды назардан тыс қалдырмайды, сондықтан сайтымызға жиі кіріп, әлеуметтік желідегі парақшаларымызға тіркелуді ұмытпаңыз. Төтенше жағдай алынып тасталса да карантин режимі қалыпты. Жұрттың бір бөлігі осы екеуінің ара жігін ажырата алмай, бірін-бірінен айыра алмай базарлап кеткенді. Барған базары жабық болғаннан кейін наз айтқандар да жетерлік. Сонымен, 1 маусымнан бастап Алматыда базарлар жұмыс істей бастайды. Қанша жерден карантин келіп, төтенше жағдай болып, қала, көше, үй, базар жабылып жатса да ажарымыз ашық болсын. Келер аптаға дейін аман болайық. Құдай берген армандарымыз орындалсын.